Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа жылдан бастап зейнетақы мен жәрдемақы қанша пайызға өседі? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік жәрдемақылардың түрлерін қаншаға көтеру жоспарланғаны туралы ақпарат берді, деп хабарлады ЛКЗ ақпарат агенттігі. Келесі жылы зейнетақы мен жәрдемақыны төлеуге 5,4 триллион теңге бөлінеді. Ел тұрғындары баспана алу және емделу бойынша 3,7 триллион теңге зейнетақы жинаған жұмсады. Министрлік берген ақпаратқа сәйкес 2024 жылы инфляция 7% артады. Еңбек министрлігінің мемлекеттік әлеуметтік төлемдердің осы түрлері аударылды. Атап айтқанда бұлар мүгедектігі және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемдер, номері 1 және 2 тізімдер бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақылар, жерлеуге қажетті бір жолғы төлем, бала тууына байланысты бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы, 1,5 жасқа толғанға дейін бала күтімі бойынша ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы, 4 және одан көп бірге тұратын кәмелетке толмаған балалары бар көпбалалы отбасыларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы, алтын алқа, күміс алқа алқалармен наградталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, 1 және 2 дәрежелі ана даңқы орденімен наградталған көпбалалы аналарға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге, асырап алушыға, қорғаушыға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы, және бірінші топтағы мүгедек адамды күтуді жүзеге асыратын адамға мемлекеттік жәрдемақы. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.